Сәлеметсіз бе? Бүгін біз сәлемнен 5-16 есеп шығаратын боламыз. Тірек теңсіздіктер тәсілімен дәлелдеңдер делінген. Бірінші есеп шығарайық. Берген жазалайын. Қосылған 2х y, қосылған 6y, қосылған 10 үлкен немесе тең 0-ден. Тірек теңсіздіктер арқылы дәлелдеуіміз керек. Бұл жерде былай жасайық. Бірінші толық квадратқа келтіріп аламыз. Ол үшін мына бізде x квадрат және 2xy деген жері бар, яғни осы екен жазылған. Мына 2 деген формуладағы 2, мына x деген мына x квадрат болғандықтан шықты, x квадраттағаннан енді бізде y-дің квадраты керек. Бұл жерде мысалы 2y болып тұр, демек бұны y квадрат деп аламыз. Ары қарай қосылған 6y қосылған 10 үлкен немесе тең 0-ден. Мұның барлығы бізде үшеуі x плюс y-дің квадратын береді. Қосылған енді мына жақтан толық квадратты алып шығу үшін мына жерге назар аударайық. 6y деген қаяқтан шықты? Бұл 2 көбейтілген 3 көбейтілген y дегеннен шыққан. Демек 2 деген формуладағы 2, мына y деген мына y квадраттағы y, ал енді сонда бізде 3-дің квадраты керек. 3-дің квадраты 9. 9-ды қайтадан азайтып тастаймын, сонда менде есеп ешқандай өзгерілген жоқ. Мен ойда мына 9-ды қостым ба, сондықтан 9-ды қайтадан азайтып тастаймын. Себебі есептің азайтпасам, есептің берілгені өзгеріп кетеді. Ал бізге берілген өзгертуге болмайды. X қосылған y квадрат қосылған. Енді мына үшеуі бізде формуланы береді. Y қосылған 3-дің квадраты. Ана -9 қосылған 10, ол плюс 1-ді береді. Үлкен немесе тең 0-ден. Ал енді қараймыз. X плюс y-дің квадраты, яғни 2 санның қосындысының квадраты ол әрқашанда үлкен немесе тең 0-ден болады. Ал y плюс 3-дің квадраты да дәл солай. 2 өрнектің қосындысының квадраты үлкен немесе тең 0-ден болады. Ал 1 деген ол и так 0-ден үлкен сан. Сонда бізге 3 осындай қосынды беріліп тұр. Енді осы 3 қосылғыштың қосындысының мәні үлкен немесе тең болады 0-ге екені дәлелденеді осылайша. Екінші есеп енді. А квадрат қосылған Б квадрат қосылған С квадрат үлкен немесе тең АБ қосылған БС қосылған СА. Ал енді бізге осы теңсіздіктің толық квадратқа келтіру үшін екі жақ бөлігінде 2-ге көбейтіп аламыз. 2а квадрат қосылған 2b квадрат қосылған 2c квадрат деп. Үлкен немесе тең 2аб'дан енді а тұр. Қосылған 2bc қосылған 2ac. Екі а квадрат дегенде а квадрат қосылған а квадрат біріншісі 2b квадратты b квадрат қосылған b квадрат. С квадратты x квадрат с квадрат қосылған с квадрат түріне жазамыз. Ал теңсіздіктің сол жағындағын барлығын ол жаққа алмастырамыз. 2а минус 2bc минус 2ac үлкен тең 0-ден. Енді мына жерде немесе қысқаша формуласының қайсы өрнектер келетінін тауып аламыз. Мысалы, а квадрат минус 2аб және б квадрат дегені а квадрат минус 2аб қосылған б квадрат
осы үшеуін бірге қысқаша көбейту формуласы бойынша жинақтай аламыз. Қосылған және де а квадрат минус 2ac қосылған с квадрат арқылы және де қосылған мынаған енді b квадрат минус 2bc қосылған с квадрат үлкен немесе тең нөлден деп жинақтап аламыз. Енді осы өрнектерді өрнектің айырымның квадрат ретінде жинақтайық. Мына үшеуі бізде а минус b-ның квадратын береді. Ал мына үшеуі а минус с-ның квадраты және b минус с-ның квадраты. Үлкен немесе тең деген өрнек шығады, теңсіздік шығады екен. Ал енді жеке-жеке мына екі өрнектің квадратының айырымы бұл жерде нөлден үлкен немесе тең ол тірек теңсіздіктер болып табылады. А минус-ның квадраты да үлкен немесе тең нөлден, b минус-ның квадраты да үлкен немесе тең нөлден. Ал енді бізде үш ұзын қосылғыш бар. Барлық қосылғыштар үлкен немесе тең нөлден болса, онда олардың қосындының мәні де нөлден үлкен немесе тең болады. Осылайша дәлелдеуді еңбек келесі үшінші а плюс b қосылған с үлкен немесе тең b турасында қосылған турасында bc қосылған турасында ac. Енді бұл жерде де алдыңғы екінші есепші сияқты екіге көбейтіп аламыз, себебі біздегі жаңа қысқаша көбейту формуласына келтіру үшін бізде формулада екі болады, онда екі болу керек қой, сол себепті де екіге көбейтіп аламыз. Дұрыс, былайсыңдар. Екіге көбейтіп аламыз. Жоқ, қолыма тиіп жатсың, ары тұршы. Енді бұл жерде мына а деп тұрған түбір астында а-ның квадраты, мына б деп тұрған түбір астында б-ның квадраты, ал мына с түбір астында с-ның квадраты болып есептеледі. Ал енді теңсіздіктің сол жағындағы барлығын теңсіздіктің оң жағына өткіземіз. Қарама қарсы таңбамен тура екінші примердегі сияқты шығады. Екі деп тұрған екі түбірасында а квадрат деп тұрғанда біз түбірасында а квадрат қосылған а квадрат деп аламыз. Түбірасында. Мына жерде де сол. Енді бізде қысқаша көбейту формуласына қай өрнектер сәйкес келеді? Соны тауып алайық. Түбірасында а квадратпен мына жердегі минус 2 түбірасында а-б қосылған. Бұған керек бізде екі деген формуладағы екі түбірасындағы а деп тұрған мынақтан шықты. Енді бізге түбірасты б-ның квадраты керек қой. Түбірасты б-ның квадратынан алып қойдық мына жаққа. Енді мына а квадрат түбірасында
Оны жазамыз. Оны мынамен сәйкестендіреміз. Минус 2 туғрасында AC. Мынаған бізге туғрасында С керек енді. С квадрат керек. Мына бір С квадратын жаздым. Оны қосылған туғрасы Б квадрат. Енді Б квадраттың біреуі қалды, иә? Мына біреуісі мына жаққа кетті. Екіншісін бұл жерде қолданайын деп тұрмыз. 2 туғрасында BC қосылған туғрасында С квадрат. Осы нөлден үлкен немесе тең. Енді туғрасында мына үшеуінің барлығы туғраста минус туғрасты Б-ның квадраты болып жинақталады. Қосылған туғрасында А мына үшеуі азайтылған туғрасты С-ның квадраты болып, мына жақта туғрасты Б минус туғрасты С-ның квадраты болып жинақталады. Әрқайсысында әрбір өрнек, мына үш өрнектің әрқайсысы бізде нөлден үлкен немесе тең болып табылады. Бұл тірек теңсіздіктері. Ол бізде оқулықта бар. Бұлардың ақиқаттығы сөзсіз. Себебі кез келген екі санды алып азайтып көріп, оны квадраттасаңыз нөлден үлкен немесе тең сан шығады. Енді мына жерге қайта оралсақ, мына жерде біз көріп тұрмыз үш қосылғыштың да мәні үш қосылғышты нөлден үлкен немесе тең болса, онда қосындының мәні де нөлден үлкен немесе тең болатындығы шығады. Осымен бұл теңсіздік дәлелденді. Енді төртінші теңсіздік. Бұл жерде бізде міне айтып тұр, А нөлден үлкен немесе тең, Б нөлден үлкен немесе тең, С нөлден үлкен немесе тең, және мынандай бір теңдік берілген. Осы теңдіктен бізде бір минус А, бір минус Б, бір минус С деп тұр ғой. Осылардың барлығы қаяқтан шыққандығы қазір сіздерге түсінікті болады. Оның барлығы мына теңдіктен шыққан. Мысалы, А қосылған біз бір минус С түрінде жазамыз. Ал А қосылған С-ны бір минус Б түрінде. Б қосылған С-ны бір минус А түрінде жазамыз. Енді барлығын осы бір минус А, бір минус Б, бір минус С-ны мына бөліктермен алмастырайық. Бір минус А деп тұрған ол Б қосылған С. Мына бір минус Б деп тұрған А қосылған С. Ал мына бір минус С деп тұрған А қосылған Б. Осы үлкен немесе тең 8 Б С-дан енді ары қарай бізде қарасаңыз Б қосылған С-ның ол бізде үлкен немесе тең 2 түбірасында Б С-дан болып табылады. Бұл бізде оқулықтағы тірек теңсіздіктері. Оның дәлелдеуінде қарастырсақ болады. Мына жаққа бұл тура мына үшінші есеп сияқты шығады ғой. Мына просто түбір бар деп ойлайсыздар да. Содан яғни квадраты мына жерде квадраты болған. Осы арқылы дәлелденген. А қосылған С үлкен немесе тең болады 2 түбірас А С-дан. А қосылған Б үлкен болады 2 үлкен немесе тең 2 түбірасында А одан. Сонда қарасақ, мына өрнекте Б қосылған С-ның орнына Б қосылған С-ны біз 2 түбірасты Б С-дан үлкен немесе тең етеміз. Мынаны 2 түбірасында А С-дан, мына өрнекті 2 көбейтілген түбірасында А Б-дан үлкен немесе тең деп қарастырамыз. Сонда бізде не шығады?
екі екіні көбейтсек бізде 8 шықты. Төрдің астында мына өрнектердің барлығы бір төрдің астында алынады. b-ның квадраты, a-ның квадраты және с-ның квадраты болып шығады. Сонда ол деген сөз b бұл төрдің астынан шығады, b-ны береді, a квадрат төрдің астынан шығады, b-ны береді, a квадрат a-ның төрдің астынан шығады, a-ны береді, с квадрат с-ны береді, төрдің астынан шығады. Сонда мына теңсіздік осылай пайда болған екен. Дәлелденді. Енді 5-ші. Бұл жерде мына екіні бөлшектің тексіздіктің сол жағына өткізейік. Граммасын ортақ бөлім беретін болсақ. Бөлім берсек, мынадай нәрсені алдың, иә? Енді осы жерде бөлшектің алымы бізде мына өрнекке келеді десек. X квадрат так плюс 1 түбір астында азайтылған 1-дің квадрат десек. Не үшін себебін қараңыздар. Мына x квадрат плюс 2 қайықтан деген мынаны қайтадан квадраттасақ, түбірдің астындағы санды өрнекті квадраттасақ, онда түбір жойылып кетеді. Ішіндегі өрнекті жазамыз деген сөз. Азайтылған 2 көбейту түбір астында x квадрат плюс 1. Мына мына жерде жасырын көбейтіліп тұр деп есептеледі. Қосылған 1. Сонда мына 1-ге 1 қосылып, мына жерде 2-ні беріп тұр. X квадрат сол күйінде тұр. Ал мына жақта тұр. 2 түбір астында x квадрат плюс 1. Сонда мынаның орнына біз жаза кетеміз. X квадрат плюс 1 минус 1 түбір астында. Осындай өрнекке айналды. Бұл жердегі мына өрнегіміз екі өрнектің айырымының квадраты әрқашан нөлден үлкен немесе тең болса, ал мына бөлшектің бөліміндегі x квадрат плюс 1 түбірдің астындағы ол бізде бөлшек бөлімде тұрғандықтан нөлден үлкен деп аламыз. Бұл нөлден үлкен шама болып табылады. Нөлге тең демей-ақ қояйық. Енді қарасаңыздар, нөлден үлкен шамаға бөлсек, нөлден үлкен шама шығады. Сонда мына теңсіздігіміз бізде теңеледі екен. Ал нөлге тең қай жағдайда шығады? Мына үстіндегі алымындағы өрнек нөлге тең болса, онда бөліміндегі өрнекке бөлсең, бәрі де нөл шығады екен. Осылайша бізде дәлелденеді теңсіздік. 6-шы теңсіздігінде. Алдымен біз теңсіздіктің екі жақ бөлігінде квадраттап жіберейін. Немесе x плюс y-дің квадраты, мына жақта 4. Мына түбірдің астында тұр ма барлығы? Мына түбірден құтылып кетеміз, квадраттасақ. Түбірден құтыламыз, түбірдің астындағы өрнекті көшіреміз деген сөз. Ал енді бұл жерде не шығады? Алымын, мына өрнектің алымын қысқаша көбейту формуласы бойынша ашайық. Азайтылған x квадрат плюс y квадрат кіші немесе тең нөлден. Енді ортақ бөлім беретініміз мына жерде x ортақ бөлім 4. Мына x квадрат қосылған 2x y қосылған y квадрат азайтылған 2-ні x квадрат бөлтемін 2x квадрат минус пен себебі алдына минус бар. 2-ні плюс 2y квадрат көбейтсем, оны тағы минусқа бөлтемін минус 2y квадрат болады. Ары қарай мына жерге жалғасын жасап,
мына x квадраттан екі x квадрат азайтсам минус x квадрат. Қосылған екі x y азайтылған. Бұл жерде минус y квадрат төртке бөлінген. Кіші немесе тең нөлден енді барлық жағынан алымныңдағы он екінің алдына минус басын шығарып жіберейік. Енді x квадрат минус 2x y плюс минусқа айналып кетеді, минус плюске айналып кетеді. Бөлінген төрт кіші немесе тең нөлден. Ал енді мына өнегіміз бізде қысқаша көбік формуласы бойынша x минус y-тің квадрат болып жинақталады, бөлінген төрт. Барлық жағын минусқа бөліп жүргендіктен теңсіздігіміз ауысып кетеді. Мына минусқа бөлсем, онда мына теңсіздіктің сол жағындағы минус жойылып кетеді. Ал оң жағындағы нөлді минус санға бөлсем нөл, ал бірақ теңсіздік ауысады. Ал енді x минус y-тің квадраты ол нөлден үлкен немесе тең екендігі ақиқат болып табылады, тірек теңсіздігінің бірі. Яғни кез келген екі өрнектің айырымын квадрат жазсақ, бізде ол нөлге тең болады, немесе нөлден үлкен шамаға тең болады. Осылайша алтыншы теңсіздігіміз дәлелденеді. Осымен біздің есебін алтыншы есебіміз аяқталды. Видео ұнаған болса және есеп түсінікті болса, видеоға лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.